Қарағанды облысы Кайсерс қаласының номер 1 жалпы білім беретін мектебінің 11 сынып оқушысы Байғазиева Аружан Ғабит Мүсіреповтің «Қазақ солдаты» үзіндісінен. Екінші көңілсіздік Гойсталдың бас докторымен арамызда туып кетті. Соңғы бір жетінің ішінде ол кісі екеуміз екінші майдан ашылу-ашылмасын сөйлесіп жүрген ешкенше әсем бір тілде сөйлесуге қалдым. Сіз бізіміз көбейіп, бірімізді орай сөйлейміз. Бұған дейін ол кісінің өзі айтуынша мен тәртіпті де, саналы да, ақылды да едім. Тіпті тамақ жеуімнің өзі бір қуаныш секілді мақтау алушы едім. Сізден асар, біздің госпиталда әншіміздер жоқ деп қоятын. Қаланы аралап қайтуға, дене шынықтырудың кейбір түрлерін істеуге еркін рұқсат беріп, қатал бақылаудан құтыла бастағандардың тобына өз қолымен қосып еді. Қазір бұл бостандықтардан да айырылып қалдым. Соңғы уақытта сіз маған ұнамай барасыз, деп бір айтты да берген бостандығын түгел сыпырып алды. Жауырынындағы оқты суырып алғаннан басталған достығымыз қазір сусып барады да ылғи бір әдеппен сөйлесуге көшті. Аңсатыңыз сөзде емес, көзіміз сияқты. Кеше мен ол кісіге достар арасы бұлай соғысу үшін елеулі бір себептер керек қой, дедім барымша сыпайылап сөйлеп. Ол кісі маған тіктеу жауап қайтарды. Достар арасында бірін-бірі адастыруын қайда байқалмау керек, деді. Мұныңыз адалдық дейтін қасиетімізге шек келтіріп тұрған сияқты екен. Олай болса, ашыңқырап айтсаңыз екен, дедім. Ол кісі салқын бір дауыспен: «Коридор салқын, тәңір жарылқасын, палатаңызға кіріңіз», деді де кетіп қалды. Мұның арты әртүрлі қысаң тәртіптерге әкеп соқты. Қалаға шығып қайту сияқты нәрселерге бір жолы тыйым салынды. Баяғы естелігім, тәртіптілігім енді сынғанып, сенімсіздік туғыза бастады. Қазіргі күндерде 3 кісінің тамағын жейтін сауыққандық белгім әдейі істеліп жүрген мінездерге қосылыпты. Онда нетір, ондай бола береді, дейді олар. Ертелі-кеш қызуымды өлшетіп, әділ көремсе де сенімді қойып, енді өз бақылауынан өткізбекші. Осы келіспеушілігіміз созылып бара жатқан соң, мен амалсыз барып, арыз беріп, комиссияға түсуді талап еттім. Содан бері бас араздағы бар адамдарша әрең ғана бас изесеміз. Менің қысылып бара жатқаным, Вася Гришин сауық болды деп танылып, бүгін ертең майданға қайтқалы жатыр. Оның тізесіндегі жарасы ашыла беріп, менен көп кейін босанғандардың тізімінде келіп еді. Енді ол сауыққан, мен сауықпақпын.